Баршаларыңызға қайырлы күн. Мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үлпілдек, жұп-жұмсақ пирожкидің рецептісімен бөліскім келіп тұр. Ол үшін бізге 1 стакан жылы су, 1 стакан жылы сүт қажет. Енді қант, тұзымызды қосатын боламыз. Менде 2 шай қасық қант, 1 шай қасық тұз қостым. Енді дрожжи салатын боламыз. Мен 2 шай қасық дрожжи салдым. Маған нан тез көтерілуі қажет болған соң. Сіздер асықпасаңыздар, 1 қасықта салуларыңызға болады. Осының барлығын жақсылап араластырып алып, үлкен 2 қасықпен сұйық май құйдым. Үйдің майы болса, соны ерітіп құйсаңыздар тіпті керемет. Онды алдын ала еліктен өткізіп қойған болатынмын. Енді соны аз-аздан салып араластырамыз. Менде 500 грамдай ұн кетті. Енді әркімде әр түрлі, сондықтан да енді көз мөлшермен сала отырасыздар қамыр дайын болғанша. Дайын болып қалған қамырды осылай басып, бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге жібердім. Қамыр енді әдемі болып көтерілген. Енді пирожкиға кірісейік. Қамыр дайын болғанша мен осылай картошканы ашып, мелкий кусочектарға бөліп, су құйып, тұзын салып пісіріп алған болатынмын. Дайын болған картошкаға сливочный май салып, сүт құйып, шамалы қара бұрыш қосып, барлығын осылай езіп алдым. Толчонка ретінде өздеріңіздің қалауларыңызға қарай, енді майда сүтті қоспай, тек картоптан жасауларыңызға болады, жуа қуырып қосуларыңызға болады. Мен және дәмін келтіру үшін осылай укроп қостым. Енді салмасы деген әдемі, сондай воздушный, тәтті болып шықты менде. Қамыры да салмасы да дайын. Енді пирожки жасауға кірісейік. Қамырды осылай көз мөлшерімен шағын-шағын бөлшектерге бөліп алдым. Және де менде 25 штук пирожки шығайын деп тұр. Енді осылай қамырды бөліп алғаннан кейін міндетті түрде үстін орамалмен жауып қойыңыздар. Нандарыңыз одан сайын көтеріліп, әдемі болып тұрады. Ыңғайларыңызға қарай енді шетінен алып, оқтаумен жайып, осылай салмасын салып, пирожкиларыңызды түйіп аласыздар. Немесе видеодағыдай осылай қолмен тез-тез жайып шығуларыңызға болады. Өйткені қамыр өте жұп-жұмсақ, жұмыс істеуге ыңғайлы. Барлық пирожкиларды осылай алдын ала жасап қойдым. Енді майды қыздыруға қоямыз. Менде үйдің тон майы бар, және де шамалы сұйық май қосатын боламын. 2 жағын қызартып, осылай әдемі қылып пісіріп аласыздар. Міндетті түрде дәл осы қамырдың рецептісімен жасап көріңіздер. Іші ешқандай шикі болмайды. Рецепт ұнаған жағдайда каналыма подписка жасап, комментарий жазып, лайк қойып кетіңіздер. Соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет.